Ya, төмөнде сөйлете берейік мүмкіндік болса. Рахия әпкемізді де ортаға шақырамыз, келіңіз әпке. Шығайық, кәні атымыз аталғаннан кейін енді құрмет қылып, өздеріңізді ортаға шақырып жатырмыз, келіңіздер. Енді аттарыңыз сәл кештеп аталып жатса болған өкпіреніш болмасын, келіңіздер. Анар жеңгеміз дейді ғой, Анар апамыз нағым шықпай жатыр дейді ат аталғаннан кейін, келіңіздер. Ал апалар қош келдіңіздер, мерекелеріңіз құтты болсын, Наурыз мерекесі құтты болсын. Енді мінекей өздеріңізді құрметтеп ортаға шақырдық. Енді көктемнің шуақты мерекесімен бірге болса да осындай керемет аналардың мерекесі бастап болатыны белгілі ғой. Құдай қаласа ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесінің қарсаңында болса да сіздердің мерекелеріңізбен осы керемет көктем әдемі сәнін келтіреді. Құдай қаласа бүгінгі Наурыз мерекесі құтты болсын деп әдемі тілекті апамыздан бастайық кәнекей. Молда әлі өліп қалған жоқ қой. Үлкен сол еді. Мінекей деп атын атап өзі мінекей мына шапаны жабып әндерді айту керек. Не дейміз? Мына құрметті көпшілік, мына Наурыз құтты болсын. Жақсылық болсын. Мына Наурызда тілеген тілегімізді Алла жақсылығымен қабылдасын. Мына ауадан көзін, жерден өнсін, барлық бейбітшілік болып, аманшылық болсын. Мынау Наурыздың жылында мынау кекеп қалған айналайын азаматтар осы ұзақ өмір, денсаулық берсін, көргендері жақсылық болсын. Небере шөберелеріміз, мына көпшілік жастары аман болсын. Жастарға өмір берсін деймін. Мына кәрілерге иман берсін. Аллахың жақсылығы жақсылық келсін. Мынау ағжаулықта елер қолдарын көтеріңдер. Мына бата алында, бата қабылғысын. Allah amanşılık havadan çağıp yerden önüp beyritçılıktın жақсылығын жарылғап келе берсін. Жылдан жыл аманшылық болсын. Азамат не бере шөберелеріміз тегіс аман болсын. Мына жеткіншіктер жетіле берсін. Мына кәрілерге иман берсін, жастарға өмір берсін. Allah жарылқасын. Аллаху акбар. Наурыз мейрамымыз құтты болсын көпшілік. Ені жыл осы уақытқа аман есен төрт көліміз жете берейік. Немерелеріміз өсіп өне берсін, дендеріңіз сау болсын. Енді жылы осы уақытқа аман есен төрт көліміз түгел жете берейік. Құда қаласа мейрам құтты болсын. Құда қаласа келесі жылда осыдан да үлкен тойлар бола берсін, небере шөбере өсе берсін. Солардың қызықтарын көре берсін. Ал құрметті менің алдындай бауырларым, бүгінгі мынау кең өлкеде жайған дастархандарың тек жақсылыққа жайылсын. Жаңа алдымыздағы ағалар, апалар айтқан тілектің бәр періштенің құлағына шалынып, тыныштық заман болсын, еліміз аман болсын, соның арасында біз де күліп ойнап жүре берейік. Той-тойға ұласын. Ал, бекзат айтпақшы бауырларымна бірінші мамардың елді мекені, түлектері жаңағы жылан жылғылар. Сендерге көп рахмет, сіздерге рахмет күздеп сыйлап беріп атқандарыңызға. Мына мереке құтты болсын, наурыздарыңыз. Келесі жылға аман есен төрт көзіміз түгел жете берейік. Мына ынтымақтарыңыз, береке бірліктеріңіз артсын. Барлықтарыңызға рахмет. Наурыздан наурызға, мейрамнан мейрамға жете берейік, аман есен. Қауымдық наурыз құтты болсын. Наурыздан наурызға аман есен төрт көзіңіз түгел жете беріңіздер. Мына тірлікті бастап, осыны ұйымдастырып жүрген жастарға көп рахмет. Өмір жастар ұзақ болып,
артындағы келе жатқан жеткіншектерге көрсеткен жолдары адал болып, олар жеткіншектер аман есен десе берін тілейміз. Еліміз аман тыныш болсын. Көпшілік қауым наурыз құтты болсын, деніміз сау болсын, әр уақытта жақсылық болсын, той болсын, әр уақытта наурызымыз қалмасын, жақсылық. Жастарға рахмет, осынша дастархан істеп, осынша жұрт жайып, дастархан істеп беріп атқандарын рахмет. Деніміз сау болсын, әр уақытта да наурыздан наурызға жете берейік, құтты болсын. Рахмет, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Енді мынау ұйымдастырушылардың атынан өздеріңізге жаулығы желбіреген керемет аппақ орамалды тартып өтеміз. Қабыл алып қойыңыздар. Апаларымызға қошемет көрсетіп қойыңыздар, қадірлі ағайындар. Қашанда анаға деген құрмет таусылмайды. Құдай қаласа осындай аналарымыз аман болсын. Жұмақтан келген аяғының астында алып жүрген. Апаларды суретке түсіріп алайық, енді жаңа аталарды түсіргеннен кейін. Ал кәнеки, естелген суретке түсіп алыңыздар апаларымыз. Рахмет, мерекелеріңіз құтты болсын. Дастархан төріне жайғасып алыңыздар. Қадірлі ауыл тұрғындары,